Кеш жарық, құрметті қалай, қалдарыңыз жақсы ма? Иә, мына грипп уақытында қалдарыңыз қалай болып жатыр? Аман есенсіздер ма? Менің енді бір өзімнің мынау қысқа да нұсқа бір айта кететін мынау көріп тұрсыз ғой, биокрем деген мына өзіміздің Алматыда Санива компаниясының шығаратын өнімдері. Осыны мен пайдаланғаныма 2-3 жыл болды. 1 жыл пайдаландым, 1 жыл демалдым. Иә. Мынау енді басында осыған сенбейтінмін. Бірақ бұл енді өте пайдалы зат екен. Любой ауруыңызға жақсы екен мынау. Бұны аллергияңыз болса, аллергияңызға жағасыз. Жараңыз болса, жараңызға жағасыз. Иә. Егер күйіп қалған жағдай болса, соған жағасыз. Өте сондай жақсы затты. Мына күйген жеріңізге жақсаңыз, адамның күйген жері білінбей, кетіп қалады, күйгені көрінбейді. Жақсы жазылып кетеді, сірә жазылып кетеді. Сондай қатты көмегі бар мынаның биокремнің. Ал енді мен бұны көбінесе асқазаныма пайдаландым. Асқазаным ауыратынды. Қазір жақсы. Асқазаным ауырмайды. Содан кейін көзіме жағам, құлағыма жағам. Бір қатты ауырғанда осымен бір құлағымнан енді сол кішкене зақым келді, ауырғаннан бірдеңе болды, естімей қалдым да бір құлағымнан. Содан осының көмегімен қазір құлағым естиді қазір. Сіріңкенің несімен, мақтаменен, сіріңкенің күкіртіндей ғана жағып аласыз да мынадан. Мынадан мінекей. Өзі кішкентай ағызып, мынада сіріңкенің күкіртіндей кішкентай міне. Аласыз да құлақтың ішіне саласыз. Сонда мына құлақтың жан-жағына салып массаж жасау керек. Сонда тамақ ауырғанға өте жақсы екен. Көбінесе тамақ ауырғанға мен жатарда мынадан кішкене жалайым да тамағыма, тілімнің ұшымен жалайым да тамағыма нетем. Тамағымның қызарғанына көп пайдасы бар. Көп пайдасы бар тамаққа. Соң таңертең далаға шығарда тағы да сөйтіп жалап алам. Мына мұрынның ішіне кішкентайдан жаңағы сіріңкенің күкіртіндей ғана кішкене алам да, ішіне мұрынның ішіне жағып алам. Тіліммен жалап алам, сол маған жетеді. Бұл анау жаңағындай вирустардан сақтайды, грипптан. Тәуба. Осы анау қаншама бұның алдында өткен жылдары бір нелер болды ғой. Карантин болып шыға алмай сыртқа. Иә, сол уақытта біз осының күшімен қалдық. Өте көмектесті ғой бізге. Түшкіргенде жоқпын, жөтелгенде жоқпын. Едір маска киіп кейбіреулер. Мен біз осының күшімен жүрдім мен көбінесе. Қарасаңыз енді мінекей. Мынадан біткені мынау. Мынаны жағып жаңағы мұрынға да жағасың, аяққа да жағасың, қай жерің қақсайды соған жағасың. 2 тізем ауырып жүреді. 2 тізем ауырғанда жүре алмай жүретін. Осы тізе деген пәле болды ғой деп қақсайды, бірақ кейде баса алмай қалам. Осының көп көмегі тиді мына биокремнің. Осыны шығарып, осыны Қазақстанның өзін осыны өндіріп жатқан адамдарға көп рахмет. Рахметімді айтам. Қазір өзім қалтамнан өзімнің сумочкамнан тастамаймын. Қоса документтермен бірге жүреді. Алып жаңағындай өзім қолданып жүремін. Сондай жағдайы бар бұның. Енді біреуге өтірік шығар, енді өзіме шын бұл. Мына енді ойлайсың, басын неге шашын алып тастаған деп тағы да ойлайтын шығарсыздар. Енді жас кезімізде мүмкін көбінесе жалаңбас жүретінбіз. Шашымызбен ғана жастық шығар мүмкін. Содан бастан суық өткен ғой енді. Өзім мойындаймын енді оны. Соң басы ауыратын шақта төбем бәрінде қалың бірдеңе тұрған сияқты болып, төбем ауырады да тұрады. Содан 2 күн болды шашымды алдырып тастадым. Соны биокрем жағатын болдым соң. Басыма биокрем жағам, осының өте пайдасы тиді, басымның ауырғаны қойды. Көзге өте пайдасы бар, әсіресе тамаққа. Басқа енді үйде де өзімізде бәріміз қолданамыз осыны. Каждыйында бір-біреуден бар өздерінде. Өзіміз ғана қолданып жүреміз осыны. Сіздерге де осыны енді өтірік емес, шындығын айтам, мен өте пайдасы бар. Осыны қолдануға сіздерге не берем. Қолданыңыздар. Өтірік емес, шын, пайдасы зор. Мен өзім мойындаймын. Жақсы екен. Уже биыл 3-ші жыл ғой, әлі пайдаланып келеді. Жақсы. Басқа ештеңеден пайдаланбаймын, басқа дәрілерді беталды ішпеймін. Осыны ғана қолданамын. Сондай жағдай. Сіздер де осыны ішіңіздер, ауырмаңыздар. Көріңіз дәрілерді іше бермеңіздер. Бұл температураны да түсіреді. Мен көп зат айтқан жоқпын, әлі көп зат айтамай отырмын. Температураны да түсіреді. Ауырған қақсаған жеріңізде де басады. Қолыңыз қақсап тұрмын, аяғыңыз қақсап тұрмын, жағасыз. Болды. Мен айтып отырмын, басыма жағып мінекей.
Ata basım ağrıp, basım aynalıp özümden kulayın dep kanımaz ba, nepele dep akası basıma suq tiygen goy. Sodan olsun çaqıp basım jakşı boldu. Basım ağrıgaly koydu. Sizler de faydalanыңыздар, ауырмаңыздар. Aman bolayık.